Сәлем достар. Бұндай краб таяқшалары қосылған салатты сіз әлі де жеп көрмедіңіз. Ендеше тезірек рецептке көшіп, ас үйіңізде міндетті түрде жасап көріңіздер. Лүпіл мен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал мен сіздерді жаңа рецепттермен қуантып отырамын. Піскен жұмыртқамызды орташа 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. Салаттың қалған құрамында орташа 4 бұрышты етіп кесіп шығамыз. Соңғы штрихымыз дәміне қарай тұз бұрыш сеуіп, майонезімізді қосып, жақсылап араластырып, үстелімізге қоямыз. Қалауыңыз бойынша ас көкпен безендіріп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын. Келесі көріскенше сау саламатта болайық.